Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен Гүлфайрус. Бүгін сіздермен қысқа дайындық ретінде қиярды тұздап банкаға жабамыз. Ендеше бастайық. Алдымен бізге қияр керек. Қиярды таза және құрғағын таңдап аламыз. Одан кейін перец саламыз. Лавр жапырағы керек. Перец осындай керек. Және укроп. Алдымен барлығын тазалап әзірлеп аламыз. Бізге осындай қақпақпен банкалар қажет болады. Банка жабудың ең оңай тәсілі ол ішін, яғни банканың ішін спиртпен немесе уксуспен шайып аламыз. Егер сіз қайнатқанды жөн көрсеңіз, онда банканы және қақпақты қайнатып аласыз. Мен осы әдісті қолдандым. Бұл әдіспен мен көптеген банкаларды жапқан болатынбыз. Тазартылған банканың ішіне қажетті тағамдарымызды салып бастаймыз. Перец, чеснок, укроп, қара бұрыш, лавр жапырағын барлығын салып болғаннан кейін қиярларымызды орналастырып аламыз. Кейін оның үстіне таза мәрілімізді қойып, ыстық қайнап тұрған суымызды құямыз. Қақпағын жауып қойып, оны 15-20 минутқа қойып қоямыз. 15-20 минуттан кейін суымызды төгіп, дәмдеуіштерін салатын боламыз. Қант, тұз, уксус, ацетилин қышқылы экранда көрсетілген мөлшерде саласыз. Егер сіз үлкен банкаға жабатын болсаңыз, онда сіз осы мөлшерді көбейтіп салатын боласыз. Яғни ас қасықты көлемін көбейтіп саласыз. Қазақша айтқанда толтырып саласыз. Барлығын салып болғаннан кейін қара бұрышты кішкене салып жібереміз. Барлық тағамдарды, дәмдеуіштерді салып болғаннан кейін таза әрі қайнатылған суымызды құямыз. Дайын тұрған банканы енді жабамыз. Видеодағыдай етіп бұрасаңыз, сізде атылмайтындай жабылады. Банка жапқанда ең басты мәселе ол қиярыңыз таза және суыңыз ащы болмауы керек. Егер сізге видео ұнайтын болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және каналға тіркелуді тағы да ұмытпаңыздар. Банканы спиртпен немесе уксуспен шаюдың себебі ол атылмау үшін осындай әдіспен қолданылады. Жабылған банкаларды осындай көрпешеге жапсаңыз болады. Ендеше келесі кездескенше сау болыңыздар. Менің каналымда тағы да рецепттерді күтіңіздер.